Сәлем баршаңызға, келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Бүгін сіздермен дәмді, жұп-жұмсақ сүтті құс тортының жасалу жолы видеосымен сіздермен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті заттар: сгущенка, жұмыртқа, сары май және де ұн қажет болады. Ең алдымен сгущенкамыздың үстіне 2 жұмыртқамызды саламыз. Үстіне бөлме температурасындағы сары майды саласыздар. Одан кейін ең төменгі жылдамдықтан бастап барлығын біркелкі болғанша араластырасыздар. Барлығы жақсылап араласып болған соң, ендігі кезекте ұнымыздың үстіне 1 қасық қопсытқыш саласыздар. Тортымызға қосатын заттарды описанияға қалдырып кететін болам, сол жерден кіріп көрсеңіздер болады. Ендігі кезекте ұнымызды електен өткізіп саласыздар. Барлығын бірден салуға болмайды, 2-3 бөлікке бөліп саласыздар. Ұнымызды електен өткізіп болған соң лопатканың көмегімен жақсылап араластырып алыңыздар. Бірден миксермен араластыратын болсаңыздар, ұндар жан-жаққа шашырап кетеді. Барлығын жақсылап араластырып болған соң, міне осындай қою смес шығу керек. Ендігі кезекте корждарымызды пісіруге кірісеміз. Пергамент қағазды жайып аласыздар да, өзіңіздің кальцияңызды қойып, карандашпен сызып бастырып аласыздар. Менде диаметрі 24 болды. Дайын болған қағазымызға сместі саласыздар. Примерно мен 3-4 ас қасық салдым. 3-4 ас қасық салған кезде 5-6 корж шығатын болады. Ендігі кезекте осындай темірдің көмегімен біркелкі қылып жайып шығасыздар. Негізі пергамент қағаз таңдаған кезде поклан деген жазуы барды алыңыздар. Сол қағаз өзіме ұнайды, коржықтарыңыз жабыспайды, біркелкі болып шығады. Сіздерге де сол қағазды алуға кеңес берем. Коржықтарымыз барлығы пісіп болғанша, ендігі кезекте тортты әсемдеуге крошка дайындаймыз. Ол үшін весамызға ыдысымызды қойып, ыдыстың граммын алып тастайсыздар. Міне 0-ге теңесті. Ендігі кезекте 1 жұмыртқаның ағы мен сарысын ажыратасыздар. Бізге керегі ақ-уыз. Ендігі кезекте сары май саласыздар. Сары майдың да граммын алып тастайсыздар. Одан кейін сахарный пудраны қосасыздар. Сахарный пудра бізге керегі 50 грамм. Одан кейін сахардың да минусты алып тастайсыздар граммына. Ендігі кезекте ұнды саласыздар. Ондан да 50 грамм дайындап аласыздар. Міне барлығын салып болдық. Енді біркелкі болғанша араластырып шығасыздар. Міне осындай бізде қою смес пайда болды. Болған сместі ендігі кезекте пісіруге кірісеміз. Пергамент қағазды жайып аласыздар. Осындай темір құралдың көмегімен жұп-жұқа етіп жайып шығасыздар. Барынша өте жұқа болып шығу керек. Сол кезде өте әдемі болып шығатын болады.
Барлығын жұп-жұқа етіп жағып алған соң қызып тұрған пеште 5 минут пісіріп аласыздар. Енді крем дайындауға кірісеміз. Сливкиді ыдысымызға құйып, ең төменгі жылдамдықтан бастап миксерлейсіздер. Сливки міндетті түрде торт жасамастан бұрын 8 сағат холодильникте салқын болып тұру керек. Сливкиіміз қоюлана бастаған кезде үстіне сахарный пудрамызды саламыз. Сахарный пудра примерно 2-3 ас қасықтай ғана саласыздар. Көп салсаңыздар, сливкиларыңыз қоюланып кетіп, тортқа жағылмай қалуы мүмкін. Креміміздің дайын болғанын ыдысты төңкерген кезде креміміз түсіп қалмау керек. Сол кезде уже крем дайын деген сөз. Енді торттарымызды жинауға кірісеміз. Кальцияумыздың ішіне коржигімізді салып, үстіне кремді жағып шығасыздар. Коржиктарымыздың барлығын рет-ретімен кальцияумызға жинап алған соң, холодильникке 1-2 сағатқа қойып қоясыздар. Сол кезде ол формасын жақсы ұстайтын болады. Міне жаңағы крошкаларымыз пісіп дайын болды. Осындай алтын түстес болғанша ғана пісіресіздер. Пеште көп ұстасаңыздар, қап-қара болып күйіп кетуі мүмкін. Осылай барлығын қолмен сақтап аласыздар. Тортым холодильникте 1 сағаттай тұрды. Кальцияумызды шешіп, темір құралдың көмегімен жан-жағын әдемілеп тегістеп шығасыздар. Тортымызды әдемілеп тегістеп алған соң, ендігі кезекте әсемдеуге кірісеміз. Жаңағы пісіріп алған крошкаларымызды жан-жағына жағып шығасыздар.
міне біздің сүтті құс тортымыз дайын болды. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Видео ұнаса менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.